Бұл тағзым деп аталатын қаңтар құрбандарының құрметіне қойылған мемориал сәулет нысанының ашылуында президент, Алматы әкімі және өзге де шенділер қатысқан. Алайда халық арасында бұл мемориал біраз сынға қалған еді. Биыл әкімдік нысанды күтіп ұстауға 145 миллион теңге бөліпті. Бізде бұл туралы сұрақ көп, видеоны аяғына дейін көріңіз, арнаға жазылыңыз, қазір тарқатып айтып беремін. 2022 жылы алаңға наразылығын білдіріп шыққан халыққа президент ескертусіз оқ атуға бұйрық берді. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше 20 мың террорист болған екен. Оқиға кезінде жазықсыз кемінде 238 отандасымыз көз жұмды. Кейін жылдың соңында мынау артымдағы сол құрбандардың құрметіне қойылған мемориалдың ашылу салтанатында президент сөз сөйлеп, қаңтар оқиғасы кезінде билік қоғамда алауыздық тудырғысы келген бүлікшілердің әрекеттерін тоқтатты деп мәлімдеді. Биыл 17 қаңтарда Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімдігі тағзым мемориалын күтіп ұстауға қатысты тендер жариялады. Бұл қызметтерге 145 миллион теңге жұмсалмақ. Қараңыз, менің қолымда тендердің техникалық сипаттамасы тұр. Құжаттарға сәйкес жеткізуші жыл бойы мемориал мен оның айналасын таза және тәртіпті ұстауға міндетті. Қыста мемориалды, жол мен баспалдақтарды қар мен мұздан тазалау керек. Көктем мен жазда газонды суарып, қиып өсімдіктерді күтіп ұстап, қажет болған жағдайда аумаққа тұқым себу қарастырылған. Бұдан бөлек күн сайын қоқыс жәшігін, газон және орындықтарды қоқыстан тазалау, сондай-ақ асфальт пен гранит жабдықтарын эстетикалық күйде ұстау талап етіледі екен. Осындай тендерлер өткен жылдарда жарияланған. 2024 жылы қызметтерге 35 миллион теңге жұмсалып, жеңімпаз Стам сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестік танылған. Бұл тендер өткен жылдың маусым айында жарияланған. Ескерсек, жылдың соңына дейін ай сайын қызметтерге 5 миллион 800 мың теңге жұмсалып отырған. Ал биыл келісім ақпанда жасалмақ. Есептеп көрсек, жұмсалатын шығын 2 есе өскен, яғни ай сайынғы қызметке 13 миллион 200 мың теңге жұмсалмақ. Биыл тендерді тағы да Стам сервис компаниясы жеңген, алайда материал жазылып жатқан уақытта келісімшарт әлі жасалмаған еді. Өткен жылмен салыстырғанда техникалық сипаттама өзгермегенмен біліктілік талаптары айтарлықтай күшейтілген. Мәселен, 2024 жылы әкімдік тек 10 жұмысшыны талап етіп, олардың Алматы тіркеуі міндетті емес еді. Ал биыл 45 жұмысшының ішінде 5 адамды Алматы тіркеуі, биікте жұмыс істеуге рұқсаты бар 3 жұмысшы және тағы басқа мамандар болуға тиіс екен. Қаңтар оқиғасы кезінде жақындарын жоғалтқан қазақстандықтар мемориалдың ашылу салтанаты сынға алды, себебі оларды ашылу салтанатына шақырған жоқ. Бізге ештеңе айтқан жоқ, бізді адам санамады деген пікірлерде айтылған. Сынның тағы бір себебі мемориалда қаңтардың 238 құрбанның есімі мүлдем жазылмаған. Мемориалдың құрылысына мемлекеттік бюджеттен қанша қаражат жұмсалған әлі де белгісіз. Мемлекеттік сатып алу сайтында мұндай тендер жоқ. Материалмен толық танысқыңыз келсе, қазір сілтеме қалдырам, қарап шығыңыз. Бюджеттен жұмсалатын шығындар мен күмәнді тендерлар туралы бізден оқыңыз.